Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай өте жұмсақ пирожки дайындайтын боламын. Рецептісін астына описание қалдырып кетемін. Ол үшін ең алдымен 1 стакан жылы су керек. Оған 3 қасық дрожж қосамыз, яғни ашытқы, сосын 1 қасық тұз, 3 қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ал енді мұны 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Ал енді араластырып оған ұн қосамыз. Ұнды осылай қосып, қасықпен немесе бенчикпен араластырамыз. Немесе бірден қолмен қамбилеп жіберуге де болады. Осылай тағы біраз ұн қосамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Ал енді біз бұны мұздай суға саламыз. Суымыз өте салқын су болу керек, яғни тоңазытқыштан жаңадан шыққан су. Оны салмас бұрын осылай салфанымызға қамырымызды салып аламыз. Ал енді осы мұздай суымызға қамырымызды 20-30 минутқа қоямыз. Біздің қамырларымыз биік болып біраз көтеріледі. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге картоп керек осындай. Осыны осылай езіп аламыз ең алдымен. Одан соң пияз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және де тұз қосамыз. Қара дәміне қарай қара бұрыш пен қызыл бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осылай біраз көтерілген. Ал енді қамырды осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін қамырларымызды осылай жаямыз, ең алдымен дөңгелек етеміз. Одан соң пышақпен осылай бөліктерге бөлеміз. Осылай қамырымыздың бәрін дөңгелетіп шығамыз. Біздің қамырларымыз жұмсақ болу керек, неге осылай болады. Қамыр дайын болды. Ал енді осы ыдысымызды майлап алып, осы қамырымызды жаямыз. Және ішіне салмасын қосамыз. Осы ыдысымызды жақсылап майлап алуымыз керек, әйтпесе қамырымыз ыдысымызға жабысатын болады. Бұған негізі ұн қосып жаюдың керегі жоқ, осылай маймен істеуге де болады. Осылай қолмен жайған ыңғайлы, оқтаумен істеудің керегі жоқ. Осылай ішіне салмасын қосамыз, яғни картошка қосылған мен пиязды. Біз қазір майымызды қыздырып қоя берсек болады. Осы қамырымызға картоп қосылған қоспамызды қосамыз. Осылай қосып, бүктейтін боламыз осылай. Неге біздің пирожкиміздің қамырлары дайын болды. Ал енді біз бұны қызып тұрған майымызда пісіріп аламыз. Осылай майымыз қызып тұрған болу керек, сол кезде пирожкилеріміз жақсы пісетін болады, әрі тез піседі. Осылай келесі бетіне аударып, сүзіп аламыз. Біздің пирожкилеріміз дайын болды. Мінекей өте әдемі, әрі жұмсақ болып шыққан. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Және де
Каналға тіркелген соң колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Сонда менің видеоларымды бірінші болып көресіз.